Армысыз көрермен, эфирде 112 KZ бағдарламасының екінші саны. Біз қазір Жезқазған қаласындағы жаңадан бой көтерген авиациялық ангардамыз. Бұл алаң төтенше жағдай кезінде жедел әрекет етудің маңызды бөлігі. Менің жанымда Ұлытау облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы полковник Есен Әлмұхамбетұлы Байыров. Есен Әлмұхамбетұлы, ең алдымен осы бағдарламаға қолдау жасап, арнайы уақытыңызды бөліп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Бағдарламаның бүгінгі саны облыс орталығында жаңадан ашылған, жаңадан бой көтерген авиациялық ангарға жеке тоқталып өтпекпіз. Біз енді осы ангарды бастамас бұрын, бұл ангардың міне дәл алдында Ми-8 тікұшағы тұр. Осы тікұшақтан бастасақ біз бағдарламамызды. Бұл тікұшақтың негізгі ерекшелігі, негізгі маңыздылығы осыдан бастап өзіңіз тарқатып берсеңіз. Саламатсыздар. Өте жақсы, үлкен рахмет сіздерге, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Бұл енді бізде өзіміздің Қазақстан Республикасында авиациялық отряд бірінші ашылып отыр. Бұл тұңғыш деп айтуға болады. Республикада тұңғыш авиациялық отряд. Бұның енді үлкен ерекшелігі бар. Бұл Ұлытау облысында ашылып отырғаны, Ұлытау облысының халқына, еліне көмектесуге. Бұл көп жұмыстарды атқарады. Және де Ми-8 тікұшағы осы жерге 2025 жылғы вертолет сол келді бізге. Өте қуаныштымыз. Және де бұл көп жұмыста мағыналар атқаруға міндетті. Және де бұл іздестіру жұмыстарында жасайды, құтқару жұмыстарын жасайды, өрт сөндіру жұмыстарында жасайды. Және санавиация санитарлық авиацияларға тоже көмектеседі солардың. Ауырған кісілерді де құтқару жұмыстарын жасайды. Бұл енді әрқашанда дайындықта тұр. Бұл бізде авиациялық құтқару отряды ангарымыз 29 қарашада 2025 жылы 29 қарашада ашылды. Біздің бұл ашылған себебі министріміздің қолдауымен. Өте бұл жақта енді аймақта жету алысты жерлерде елді мекендер көп орналасқан. Сол себептен о жаққа жету қиыншылықтары болған бізде. Сол себептен ашып, алдағы уақытта осы халыққа, елге жұмыс істеуге ашылып отыр бұл. Әрқашанда 24/7 уақытта дайындықта тұр. Неше адамға арналған бұл? Бұл негізі бұл жерде 24 адамға шейін апарып әкелуге болады, эвакуация жасауға болады бұл вертолетпен. Және де жаңағы айтып жатырмын ғой, іздестіру құтқару жұмыстары. Бізде құтқарушылар бар. Соны мына өрт кезінде де қолданады. Және де мына құтқару устройствосы, бұл құтқару устройствосы. Құтқару жұмыстары, мысалы, бізде су аймақтары болады, кісілерді алып шыға алмаймыз, суда қалып қояды. Сол кезде бұл құтқару устройствосымен түсіріп, құтқарушыларды, адамдарды құтқарып алып шығуға болады, көтеріп алып кетеді. Және де бұл жерде 5 тоннадан аса емкісі бар, қазір ішіне кіргенде көресіздер ангарын. 5 тоннадан аса су көтереді. Сол көтергенде бұл ірі өрт оқиғалар болған кезде соны өрт сөндіруге қатысады. Өрт сөндіру, мысалы, бұлардың міндеттері суды аймақтан су алады. Содан кейінгі дала өрттеріне және де үлкен өрттер болған кезде соған күшті көмегі тиеді. Өртті сөндіреді, санитарлық көмек көрсетеді, адамдарды іздестіру, құтқару жұмыстарын жасайды. Ми-8 тікұшағын әмбебап авиациялық ангардың негізгі жүрегі десек те болады. Өткен жылдың қараша айынан бері бұл тікұшақ бірнеше мәрте көкке көтеріліп, төтенше жағдайларда жедел әрекет етуге жәрдем еткен. 42 ұшу орын алды. Оның 38-і авиация, санитарлық авиацияға жайлы болды. Ұжымда штат бойынша 7 адам жұмыс істейді. Бір бас маман, бір штаттық электрик, сосын 5 адам осы Ми-8 тікұшағының экипажы. Бір командир, екінші командир, борт механик, 2 инженер қызмет жасайды. Жалпы күнделікті төтенше жағдайға қарсы
жауынгерлік есепте тұрамыз. Сосын жаңағындай санавиациядан түскен нелерге тапсырмаларға жұмыс жасаймыз. Осы ұшқыш мамандығын таңдаған себебі ол мен кішкентай кезінен бастап ұшқыш болғым келетін еді. Ол менің кішкентай кезіндегі арманым. Және де одан бөлек менің ата-анам осы авиатор дек, осы жалпы тілде айтқанда авиатор дегендей авиатор кісі болған. Олар өздері аэродромда ылғи жүретін, және де мені өзімен бірге олармен ертіп жүретін едім аэродромда, және де басқа тікұшақтар ұшқанын, басқа ұшақтардың ұшқанын көргеннен мен осындай кішкентай кезінен бастап ұшқыш болуды армандағам. Және де өзім негізі Алматы қаласынан боламын. Осы Ұлытау облысына, Жезқазған қаласына мен сапар бойынша келдім. Ангар заманауи талаптарға сай жабдықталған. Ішінде жылыту, желдету, өрт сөндіру және энергиямен қамту жүйелері орнатылған. Сондай-ақ инженерлік техникалық қызметкерлер мен ұшқыштарға арналған жұмыс және демалыс бөлмелері қарастырылған. Нысан жөнінде Төтенше жағдайлар департаменті бастығы кеңінен баяндап берді. Есен Әлмұхамбетұлы, енді рұқсат болса ангармен таныстырып өтсеңіз, жалпы бұл авиация саласы біздің Ұлытау облысының төтенше жағдайлар қызметінде қаншалықты маңызды рөл атқарады? Жаңа өзіңіз айтып жатырсыз ғой, біздің халқымыз аз болғанымен біздің жер көлемі өте кең, иә, өңірдің. Жер көлемі көп, және де адамдардың орналасқан жерлері мысалы қашық, иә? Қашық, жолдары жоқ кейбір жерлерде, кейбір жерлерге жете алмайды, тез жету. Бізде бірінші шешім, бұнда министрдің қойып отырған талабы, жедел жету, жедел көмек көрсету, құтқару жұмыстарын. Өрт болсын, құтқару, төтенше жағдайлар болған уақытта біздің осылар, құтқарушылар дер кезінде жетіп, дер кезінде адамның өмірін алып қалу. Сол міндет бізге. Соның уақытын қысқарту, және де шығынын болмау. Соны қысқарту. Бірінші міндетіміз сол болып отыр қазіргі. Қойылып отырған міндет те сол, біздің де талабымыз да сол қазір қойылып отырған. Қазір 2 жылдың ішінде әжептәуір біздің төтенше жағдай министрлігін өсуде, өнуде, техникалық базаларын өсуде керемет болып жатыр. Біздің өзіміздің құтқарушылар, өрт сөндірушілер бәрі ризашылығын білдіреді, және де алдағы уақытта жұмыс істеуге құлшындықтары өсіп жатыр қазір. Жастардың өзі келіп жатыр. Ангарымызды таныстырып кетуге болады. Негізгі 800 шамасында аймағы бар. 800 квадрат метр. Воротамыздың жаңа байқап отырғандай 22 метр ворота. Мына жерде ангарымыздың ұзындығы, биіктігі 8 метр. Енді бұның ішінде қазіргі заманауи жасалған ангар деп айтуға айтып кете аламын. Ол себептен бұл жерде, бұл ангарда вертолеттің жаңағы ауыстыратын жұмыстары, қандай да бір ақаулықтар болса, бұл жерде өзімізде не бар, краны бар, көтеретін жаңағы құрлықты, және де жаңағы обслуживание жасауға әрқашанда дайында. Бұның ішінде жасап жүре береді. Қысқы уақыттарда да жылы жерде болады. Және де мына устройствоны айтып көреді, 5 тоннадан шамасында су көтереді деген, міне. Бұл устройствоны, бұл қондырғы жаңағы даладағы үлкен өрттерді, және де жаңадан төтенше жағдай болады ғой, үлкен өрттер, соларды сөндіруге бұл құрал қарастырылған негізі. Жалпы Есен Әлмұхамбетұлы, біздің Ұлытау облысы құрылғалы биыл енді 4 жылға қадам басамыз. Енді өңірде мынау құрылыс саласында, жаңа нысандар ашылу саласында енді өңірдің екінші тынысы ашылып жатыр ғой, жасыратын жоқ. 25 жыл ширек ғасырдай бір кенжелеп қалған аймақ қой. Енді біздің бақылауымызша қазір осы сіз жетекшілік ететін төтенше жағдайлар саласында бірнеше жаңа нысандар бой көтеруде. Бұл тек облыс орталығында емес, бұған қарасты елді мекендер, Қаражал, Жайрем, Ұлытау, Жаңарқа жағында да жаңа бөлімдер салынып жатыр, ашылғалы жатыр. Мына нысанның өзі, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, республикада бұл алғашқы ангар алаң деп. Енді осыған кеңінен тоқталсақ, бұның құрылысы қанша уақытқа созылды, бұндағы негізгі басымдық
қаншалықты болды, және де республикада бұл тұңғыш Ұлытау облысында ашылуының өзіне де бір тоқтала кетсеңіз. Енді бұның да өзі бір алдына бір тарих болады. Бұның шешім қабылдаған өзіміздің төтенше жағдай министрлігі Әлемчиғ Сайранұлы, ол кісінің қолдауымен, сол кісінің басшылығымен шешім қабылданып, осы жерге Ұлытау облысына салу шешімін сол кісі қабылдады. Сол кісі міндет қыл. Өйткені бұл жерде өзіңіз айтып кеткен жерде аймағы үлкен, жету қиын болады, соны жедел жетуге. Сол себептен бұл ғимаратты біз 4 айдың ішінде салып, 4 айдың ішінде? 4 айдың ішінде салдық. 2025 жылы 29 қарашада бұл өзі министр кеп, әкім облысы кеп, екеуі ашты. Ангар үлкен, аумақты көріп тұрмыз. Ішінде жеке-жеке өзінің бөлмелері бар. Осы бөлмелердің жабдықталуы және олардың қызметіне тоқталып өтсек. Бұл жерде енді жаңа айтып кеттім ғой, 800 шамасында метр квадратты жері бар. Әрбір қызметке өзі қарастырылған. Бұл жерде 2 пилот бар, 4 жаңағы нелер бар, мастерлар бар, жаңағы нететін, осы вертолетті қарайтын, осы ғимараттар қарайтын өздерінің жұмыскерлері бар. Бұл жерде өзі отрядтың бастығы бар, қарап отыратын, авиацияның соны. Мына жерге тоқталсақ, бұл жерде система фланкойл дейді. Бұл система вентиляцияны да береді, отоплениені де береді. Бұнда жеке котельный бар. Котельныйде жылыту болады да, су жылытып, бұл осы системаға береді команда. Бұның қазандығы жеке орнатылған ғой? Жеке орнатылған, оны қазір көрсетем. Бұл жерге жылу береді, және де жазғы уақытта не болады, кондиционердің орнында орнайды. Бұл енді фланкойлдың система дейді. Бұл үлкен шетелден әкелінген нәрсе. Қазіргі заманауи жасалған нәрсе. Мына жаққа келетін болсақ, бұл зона өзіміздің жұмыскерлердің демалатын жерлері, сабақ өткізетін жерлері. Мынау зал ожидания. Келген кісілер нелерді қарсы аласын, күтеміз, сондай отыратын кофе машинкалары бар, бәрі істеп тұр, бәрі заманауи нәрсе. Мұнда енді оқу сабақтары өткізіледі. Бұлар енді ұшқыштар, мастерлер өздері осы жерде талдап, қандай да бір сұрақтар болса, старший командир. Ал өзіңіз айтып кеттіңіз, қандай жұмыс сабақтар өткізесіздер? Оқу сабақ өткізетін жерлер бар. Талдау жасайды, өздері ақылдасады. Бұл жерде жаңағы предполетная подготовка дейді, алдын ала. Тапсырыс түскен кезде дайындық, алдын ала дайындық, 1 сағат уақыт беріледі. Сол дайындықта осы жерде экипажмен жиналып, алдындағы мақсат, қайда ұшамыз, қандай міндет атқарамыз, қандай түрде адам құтқару ма, сондай мәселелерді анықтап, алдын ала дайындық жасап, бірінші осы жерден басылады жұмысымыз. Ары қаратай кезек-кезегімен әр экипаж мүшесі өзінің жұмыстарын атқарады. Қазір мына жаз мезгілі келіп жатыр. Жаңағы өртке қауіпті кезең жақындап келе жатыр. Соған алдын ала мысалы жаңағы суды өртті өшіретін жаңағы ВСУ дейді бізде, водослепное устройство. Сонымен жұмыс істеген кезде жаңағы БМС дейді, вертолеттің өзінің қосалқы, жаңағы бортмеханик жұмыс істейді, и екінші пилот БМС-кімен жаңағы жерге дейінгі расстоянияны біліп отыратын БМС дейді, мынау құрал. Сол арқылы екі жақтағы 3 адам жеңіл жұмыс істеу жағын қайталап жатыр. Оны бәріміз білеміз, қайталаймыз әрқашанда. Сақтану ғой, енді қауіпсіз жаңағы өзіміздің жұмысымызды аяқтау үшін осындай дайындықтар жасалады алдын ала. Ангардың іске қосылуы Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің авиациялық инфрақұрылымын дамытуға арналған кешенді бағдарламаның бір бөлігі болып табылады. Жаңа нысан болашақ авиациялық бөлімшенің жоғары дайындық деңгейін қамтамасыз етіп, тек Ұлытау облысында ғана емес, көршілес өңірлерде де кез келген төтенше жағдайларға жедел әрекет етуге мүмкіндік бермек. Біз бүгін республикада тұңғыш рет ашылған авиациялық ангардың тыныс тіршілігімен таныстық. 112 KZ бағдарламасының кезекті саны мәреге жетті. Айта кетейік, бұл бағдарламаның келесі бөлімі
Ұлытау облысына қарасты Қаражал, Жәйрем елді мекендерінде жаңадан ашылған өрт сөндіру бөлімдеріне арналмақ. Бізбен бірге болыңыздар.